Шынын айтсам, балаларды театр өнеріне қызықтыру басында қиын болды. Себебі біздің мектеп нағыз ғылым мен білімнің, ғылыми тәжірибе мен түрлі жобалардың жиынтығы іспеттеседі. Ал дәл сол өмірге театр мәдениетін кіріктіру оңай жұмыс болған жоқ. Алдарыңызға ұсынғалы отырған бейнеролигіміз сол жұмысымыздың нәтижесі деп біліңіз. Көрейік. Қайырлы күн, оқушылар. Сонымен дайындық қалай болып жатыр? Ағай, мынау шығарма күрделі емес пе осы? Я, мына шығарма шынымен қиын ғой. Жоқ, олай демеңдер. Қиын шығармалар сахнаға шыққанда мықты болады. Иә, балалар, Әбіш Кекілбай батамыз қара сөздің дүлдүлі ғой. Шығарманың тілі қиын екені де белгілі. Десе де, сол күрделі тілдік құрылымдар сахнаға шыққан кезде әдемі бола түседі. Сол себептен біз осы Қанша дария хикаясын таңдап отырмыз. Түсінікті ғой, иә? Ал кеттік, олай болса, дайындықты бастайық. Рөл бөлуден бастаймыз ең әуелі. Асар! Баянда. Әлгі Гүрбелжіннің күйеуі шүйдіргені. Бердемен сан. Бір кездері маған оң қол болам деп айтқан уағдаларың бойынша Сартауыл еліне жорыққа аттанарында сарбаз қос деп сөз салып ем. Барысынан мен түрт қаласынан айыппын. Айда елемге түгелдей мәшһүр болған атыма тіл тигізіп, балағаттауға дейін бардыңдар. Ол кездері өзге шаруадан қолым босамағансың. Өзің мен есептесуді кейінге қалдырып ем. Сартаулы жорға бітті. Тәңірімнің бір өзі жар болғанның арқасында сары жолға салып елмер алдым. Ал енді Бұрхан, мен өзіңнің баяғы сөзіңнің нәтижесін сұрауға келіп тұрмын. Жазып өтсін. Арасында ойлануым керек. Қара өзеннің қағанағы қарқ, сағанағы сарқ. Қол көтеріп бүйтіп, не дуа оқып жатқан сияқты. Балалар, болмай жатыр, жиналыңдаршы, кел. Кел, жақында бер. Неге дұрыс емес? Көңіл күйлерің жоқ па? Не болып жатыр өзіңмен жерде? Болмайтын сияқты негізі. Шынымен ағай, театрдың бізге берер түгі жоқ секілді. Оданша тарихтан жоба жазу керек еді. Біз бүгін жай ғана театр үйірмесін өткізбейміз. Біз мына қойылымнан өзімізді табуды үйренеміз. Ағай, сіз өзі қызықсыз ғой. Біз жоғалып кеткен жоқпыз ғой. Сендер әлі өздеріңді толық танып үлгерген жоқсыңдар. Театр сонда осыған көмектесе ме? Театр ол адамның ішіндегіні сыртқа шығаратын орын. Сонда Әсемқұловтың шығармасындағы Қайырболдыға ұқсап өзімізді табылып отырмыз ғой сонда. Дәл солай. Бұл дайындығымыз соған жетелейді, соған жол сілтейді. Сахнадан үйренген шындықты өмірде қолдана алсаңдар, нағыз мықтыға сонда айналасыңдар. Мысал, осы қойылымызға қатысты бір сұрақ қойын сіздерге. Дидархан, мысал, сен кім болғың келеді? Қандай мамандық таңдап отырсың дәл қазір? Бала кезден арман бар әскери адам болу. Сол үшін мен қазір ішкі істер қызметкері болуға талпынып жүрмін. Міне көрдіңдер ма? Балалар, көрдіңдер ме? Мына жерде бір нәрсе бар. Дәл қазір осы қойылымның ішінде қандай образдасың? Шыңғысханның уәзірі Мергені, Қасар Мерген. Қасар Мергенсің. Демек, бұның да ішкі істер қызметкерімен тікелей қатысы бар. Өмірде ертең сен президенттің күзетшісі болатын шығарсың. Халықаралық қатынастар бағытында өзімді көрсем дейді. Мысал Шыңғысхан ол өзінің жанындағы тайпалармен, болмаса мемлекеттермен жақсы дипломатиялық қарым-қатынастар жасаған үшін ол ұлы Шыңғысхан атанды. Сенің де халықаралық қатынастарың дәл сондай. Біздің қазіргі президентіміз сияқты. Оның да негізі мамандығы сондай болған, иә? Сендерге жақсы жаңалығым бар. Бүгін біз театрға қойылымға барамыз. Кеттік пе? Кеттік, жүріңдер.
Қалып қойылып ма? Трагедия деген. Не түсіндік енді? Өмірге қатысы бар ма екен? Өмірге қажет дағдылар ала алдық па ішінде? Жеті ата мәселесі, жеті атаның жеті атасы білмеген жетесіз деген мақал демекші. Адам генетикасында ДНК егер бір мысалы туысқандық бір қатынасы болса, және де ол жеті атасына мысалы өтпеген болатын жағдайда, онда адамның денсаулығына әсер етеді деген факт бар екен. Оған қоса кейіпкерлердің әрқайсысының өз тарихы бар. Мынау бір зұлым, мынау тек қана қаһарман деген. Демек біз тек қана бір бағытта қарап емес, сыни көзқараспен де қарап, жан-жақты талдасақ па? Арыстанның үйірін ит басқарса, демек уақыт өте келе арыстандар да итке айналады. Бұл осы қоғамға да негізі қатыстырған. Негізінде Мұхтар атам кезінде жазып кеткен екен ғой осыны ашып. Бүгін әркім өзінің образында кәдімгі киімдермен түсіретін боламыз, жарай ма? Кеттік бастап. Я, оқушылар, театр деген не екен сонымен? Менің түсінімше ағай, театр деген ол сахнадағы өтірік арқылы айтылатын нағыз шындық екен. Сахна әлсіз адамдардың орны емес. Мұнда тек жүрегі барлар ғана шығады. Әр образ бір өмір. Ал сен бір кеште бірнеше адам болып өмір сүреді екенсің. Көрермен сен жалынды сөздеріңді емес, ішіндегі шындықты сезеді екен. Театр деген осы, қойылым деген міне, аяқтадық. Бәрекелді. Құтты болсын, бас жүлде құтты болсын.